келесі бұл дейтін мынандай киіз үйді достар сосын мына модты дейтін бір күнде жасадым, таңертеңнен бастап кешке дейін осылай жасап шықтым. Мына киіз үйдің сыртын өте керемет жасадым да достар, өзімді мақтап қояйын. Яғни екі блокқа мынандай бір оюды салып тұрмын қосып, яғни жай ғана бір блокқа салған жоқпын, барлығы кәдімгі шынай сияқты болсын деп осылай істедім. Өте керемет. Айтпақшы айтайын дегенім достар, мен сендерге көрсетіп жүрген модтардың мына жерде міне біреу кетіп қалыпты да достар. Өйткені артық блок болғасын бір блокты сығып салдым осылай, яғни бір оюды. Яғни достар, мен сендерге көрсеткен модтардың барлығы шын өмірде бар заттар. Мысалы, шын өмірде бар футболка достар, мынау дейтін. Енді Майнкрафтта қоюларыңа болады. Мына киіз үй бірақ шын өмірде емес, бірақ стилі сондай. Сосын айтайын деген, мына есік бар ғой достар, Майнкрафт стилінің бойымен бірдей. Яғни шын өмірде де сондай киіз үй дейтін, осындай бой бірдей болады адаммен. Сондай етіп істегенмін. Ең бастысы мына жерінен дұрыс келтіре алмадым, жоғары жағын. Келтіре алмадым дегені келтіре алмайсың, қиындау достар. Мүмкін алдағы уақытта бұны жақсартатын шығармын. Дегенмен мұнда тұрған ештеңесі жоқ шығар да. Шалысына қараса ондай байқамайды. Жақыннан да қарасаң да ондай көп маңызды емес сияқты. Сосын мен шаңырақ, яғни ішіне кірген кезде жоғарына қарайсыңдар, жұлдыздарды санайсыңдар дегендей. Мынаны дейтін мен дейтін X сияқты етсем келді да достар, кәдімгі не деген сияқты. Кәдімгі киіз үй деген сияқты. Ол мен маған ұнаған жоқ достар, сондықтан да осылай айтып қойдым. Сосын мен айтпақшы айтайын дегенім, киіз үйді былай жарып кіруге де болады, яғни есік емес осылай. Сосын мында дейтін ішіне зат сала алмайсың, себебі бұл дейтін жиһаз болып саналатын болады. Мына қарамын, зат сала алмай көрдім бе? Дегенмен осының іші жай ғана дым болмасын дегендей ішіне мынандай заттарды салып қойдым. Яғни кілем, төсек. Мына жерде негізі ою салуым керек еді, төсекке, көрпеге. Онымен бірақ та енді мына жерде оюлар көбейіп кеткесін, сосын барып Майнкрафт стилінде жүнді салып қойдым. Яғни кезіндегі адамдар негізі қазақтар не жамылған ғой, ондай жүннен жасалған, сондайлар жамылған ғой. Сосын мынау достар, мына жастық деген шын өмірден алынған достар, мен шын өмірде кәдімгі стилді алып салдым. Мына кілемде де сондай достар, мына оюда енді шын өмірде болмаңыз. Мынау есік неге мынандай болып тұр дейтін шығарсыңдар достар. Бұндай есіктерді бар киіз үйде. Андай жиналып ашылатын ғой мынау дейтін мата есіктер. Яғни қара, мынау мендегі мына мата сол жиналып тұр ғой, былай ашылады. Мысал ретінде көрсетіп жатқаным. Яғни осындай. Негізі достар, бұл киіз үйді үлкенетіп жасауға болады. Оны үлкенетіп жасаудың тәсілі бұл ішін үлкенету керек. Мына тар болғасын кішкентай болып тұр, көрдің бе? Кішкентай дөңгелек болып тұр. Алда енді үлкенететін бар, бірақ та ішіне не саларын білмей тұрмын әлі әзірше. Жаңағы төсек ретінде. Сосын айтайын деген достар, мына киіз үйлерде бар ғой, осылай қойып шығасыңдар ғой, міндетті түрде айналасын қоршап шығуың керек, яғни жаман болып кірмейтіндей. Неге десе, алдында айтқандағыдай достар. Яғни бұған жаман бұлттар келіп тиіседі, білмеймін. Программа әлі сөйтіп тұр, өзіме өзі қуама бір не істейді.